Қадір түніне дөп түсудің үш амалы. Құрметті бауырлар, әне-міне дегенше Рамазан айының соңғы 10 күндігіне де келіп жеттік. Кез келген нәрсенің нәтижесі соңында болады. Кейде біз қадір түнін соңғы бір 26-сынан 27-сіне қараған түндері ғана күтеміз. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 күндерінен іздеңдер деген. Яғни соның ішінде тақ күндерінен. Бірақ біз тақ күндерге қарамай сол соңғы 10 күн бойы кішкентай болса да құлшылық ғибадаттар істеп жүрсек, біз міндетті түрде Рамазан айындағы қадір түніне тап болатын боламыз. Бірінші амал, Рамазан айының соңғы 10 күндерінің әр кешінде қолыңыздан келгенінше садақа жасаңыз. Қазір садақа жасау өте оңай. Каспиіңізді ашасыз, біреуге 50 теңге болсын, 100 теңге болсын аударып қоясыз. Сонда сіз Алла тағаланың алдында 1000 ай бойы садақа жасаған болып тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Екінші амал, түнгі намаз. Шамаңыздың жеткенше тіпті 2 ракағат болса да түнде тұрып тахаджуд намазын оқуға талпыныңыз. Сонда сіз Алла тағаланың алдында 1000 ай бойы тахаджуд намаз оқыған болып тіркелесіз. Үшіншісі, Құран оқу. Әрбір Рамазан айының соңғы 10 күндігінде жоқ дегенде Ықылас сүресін 3 мәрте оқып қойыңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Ықылас сүресі Құранның 3-тен 1 дейді. Егер де сіз осы жоқ дегенде білетін Ықылас сүресін түнде тұрып, ықыласпен Алладан шынайы сауабын үміт етіп оқысаңыз, 1000 ай бойы Құран оқыған болып, Алла тағаланың алдында жазылуға сізге үлкен мүмкіндік бар. Алла тағала тұтқан оразаларымызды, қылған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл қылып, Әр-Райян жәннатының егесі болуды баршамызға нәсіп етсін.